Аружан Нұрболға тұрмысқа шыққаннан кейін 2 апта өтті. Жаңа үйі үлкен, жайлы, қала сыртындағы коттедж. Қайненесі Гүлнар апай 48 жастағы, әлі де әдемі, денесі толықсып, көздері терең сыр сақтаған әйел. Ол әрқашан күлімдеп, бірақ сол күлімнің артында бірдеңе жасырынғандай көрінетін. «Балам, үйге үйреніп қалдың, мен барлығына көмектесемін», деді Гүлнар бір күні кешке. Аружанның иығына қолын қойып. Оның қолдары жылы, бірақ саусақтары сәл дірілдегендей. Аружан Нұрболмен жаңа ғана құмарлық түнін өткізіп, денесі әлі ыстық болатын. Бірақ Гүлнардың көзқарасы оған біртүрлі толқу келді. Түнде Аружан ұйықтай алмай, қайненесінің бөлмесінен шыққан жеңіл күрсіністерді естіді. Ол не ойлады? Құпия неде еді? Келесі күні Гүлнар душтан шығып, тек қысқа халат киіп жүргенде, Аружан оның толық, әлі серпінді қосанарын, жіңішке белін байқады. «Қартайған жоқпыз ғой», деп күлді Гүлнар, Аружанның қызыл жүзін көріп. Сол сәттен бастап Аружанның ойына тыйым салып болмады. Нұрбол жұмысқа кеткен күндері Гүлнар мен Аружан үйге жалғыз қалатын. Гүлнар ескі альбомдарды көрсетіп, өзінің жастай шағын айтты. «Мен де бір кездері сен сияқты жас, құмар болдым. Бірақ өмір құпияларды әкелді», деді ол жұмбақ күліммен. Аружанның жүрегі соға бастады. Гүлнардың аяғы Аружанның иығына тиіп, екеуі де қозғалмады. Түнде Аружан Нұрболмен жақындасқанда, есіктің ар жағынан жеңіл тыныс естілгендей болды. Гүлнар бақылап тұрма. Сол түні Аружан алғаш рет қайненесін ойлап, Нұрболдың ішіне кіргенде өзін ерекше сезінді. Құмарлық күшейді. Гүлнар бақшада жұмыс істеп жүрді. Ыстық күн, терлеген денесі қалаптан көрінді. Аружан суа келіп, Гүлнардың мойнына тамған тамшыны сүртті. Саусақтары тиген сәтте Гүлнардың көзі жыпылықтады. «Сен өте нәзіксің, келін», деп сыбырлады ол. Дауысы қалыңдаған. Кешке үшеуі бірге тамақ ішіп отырғанда Гүлнардың аяғы Аружанның аяғынан өтті. Нұрбол байқамады. Аружанның денесі ыстық толқынмен толды. Түнде ол Гүлнардың бөлмесіне жақындап, есіктің жарығынан Гүлнардың өзін-өзі сипап жатқанын көрді. Толық денесі, қолдары қосанарын ұстап, аузынан жеңіл ыңыл шығып жатты. Аружан шыдай алмай, өз бөлмесіне қайтып, Нұрболды оятты. Бірақ ойында Гүлнар болды. Аружан үйдегі ескі жәшіктен Гүлнардың жастай шағындағы суреттерін тапты. Онда Гүлнар әдемі, құштарлықпен бір ер адамды құшақтап тұр. Суреттің артында «Менің мәңгілік махаббатым» деп жазылған. Аружан сұрағанда Гүлнар күліп, «Бұл өткен, бірақ құпия әлі жалғасуда», деді. Сол күні Гүлнар Аружанға массаж жасады. Майлы қолдары Аружанның арқасынан төмен түсіп, артқы жағына жетті. «Бұлшық еттерің қатты, босаңсы», деп сыбырлады. Аружанның арасынан ылғал шықты. Ол тоқтатпады. Гүлнардың саусақтары ішіне жақындап, жеңіл тиіп кетті. Екеуі де ештеңе демеді, бірақ ауа құмарлыққа толды. Нұрбол іс сапарға кетті. Үйде екеуі қалғанда, жаман су ішіп отырып, Гүлнар өзінің өткенін айтты. «Мен күйеуімнің досымен ұзақ уақыт, жылдар бойы құпия қатынаста болдым. Ол менің нағыз әйелдігімді оятты». Аружанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Гүлнар Аружанды өзіне тартып, еріндері тиісті. Алғашқы нәзік, одан сайын құмар болды. Гүлнардың тілі Аружанның аузын зерттеді. Аружан қарсыласпады. Олар жатын орынға түсті. Гүлнардың тәжірибелі аузы Аружанның денесінен төмен түсіп, ылғалды жеріне жетті. Тілмен шебер ойнап, Аружанды бірнеше рет шыңға жеткізді. Аружан Гүлнардың денесін сипап, оның да ыңылын шығарды. Түн бойы олар бір-бірін зерттеді. Таңертең Гүлнар, «Бұл біздің құпиямыз, Нұрбол білмесін», деді. Бірақ Аружан одан әрі білгісі келді. Гүлнардың телефоннан хаттарын оқыды.
белгісіз ер адаммен кездесулер. Мен сенің анаңды да сені де қалаймын деген сөздер. Аружан қызғаныш пен құмарлық арасында қалды. Кешке Гүлнар оны тағы шақырды. Бұл жолы ойыншықтар пайдаланды. Гүлнар Аружанды бойлап, денесін сүйіп, саусақтарымен және тілімен азаптады. Аружан айқайлап жатты. Нұрбол іссапардан оралған күні үйдің ауасы өзгергенде болды. Ол есіктен кіргенде Аружан мен Гүлнар ас үйде тұрып, бір-біріне жақын тұрған. Гүлнардың қолы Аружанның белінен сәл төменірек жеңіл сипап тұрды. Нұрбол бұны байқады ма жоқ па, бірақ оның көздерінде күдік ұшқыны пайда болды. Қалайсыңдар қыздар деп сұрады ол, дауысы қалыпты болуға тырысып. Аружан қызарып, тез арада тамақ дайындауға кірісті. Гүлнар күлімсіреп, ұлының мойнынан құшақтап бетінен сүйді. Бірақ сол сүюдің ұзақтығы әдеттегіден артық еді. Нұрболдың денесі сәл қатайды. Кешкі ас кезінде әңгіме қалыпты болды. Бірақ аяқ астындағы жанасулар тоқтамады. Гүлнардың аяғы Аружанның аяғынан өтті. Ал Аружанның саусақтары Гүлнардың санын жеңіл қысты. Нұрбол теледидарға қарап отырғандай болды. Бірақ көзімен екеуін бақылап отырды. Түн ортасы болды. Нұрбол Аружанды құшақтап сүйді. Оның қолдары Аружанның үстіңгі жағын қысып, төмен түсіп ылғалды жеріне жетті. Сен бүгін өте ыстықсың деп сыбырлады ол. Аружанның ойында Гүлнардың тілі болды. Оның саусақтарының шеберлігі тұрды. Ол Нұрболдың үстіне шығып, денесін қатты қозғалтты. Сол мезетте Гүлнардың аты шығып кете жаздады. Сол түні Гүлнардың бөлмесінен жеңіл дыбыс естілді. Нұрбол ұйықтап қалғанда Аружан орнынан тұрып, қайненесінің бөлмесіне барды. Гүлнар оны күтіп тұрған еді. Кел балам, ұлым ұйықтап жатыр ма деп сұрады. Аружанды жатын орнына тартты. Олар тез құмарлана сүйді. Гүлнар Аружанның арасын саусақтарымен ашты. Аружан тістенген аузынан ыңыл шығармауға тырысты. Таңертең Нұрбол күдікпен қарады. Сендердің араларыңда бірдеңе бар ма? Аружан жоқ деп жауап берді. Бірақ денесі опасыздықтың әлі сезініп тұрды. Гүлнар шешуші қадам жасады. Кешке жаман су ішіп отырып, ол тура айтты. Біз үшеумізде бір-бірімізді қалаймыз. Жасырудың қажеті жоқ. Нұрбол сен де сезіп тұрсың ғой. Нұрбол алғашында ашуға мініп, Гүлнар оның алдына тұрып халатын шешіп тастады. Оның толық әрі серпінді үсті, үлкен үстіңгі жақтары, қараңғы үшкірлері Нұрболдың көзін тартып тұрды. Анаңмын деп ойлама, мен әйелмін деп Гүлнар ұлының шалбарын түсірді. Аружан қарап тұрып, өзінің ылғалданғанын сезді. Гүлнар алдымен ұлын ауызбен қабылдады. Нұрболдың аузынан күңкіл шықты. Содан кейін ол Аружанды шақырды. Гүлнар Аружанды Болаттың үстіне отырғызды. Солайша үшеуі қосылып бірнеше рет шыңға жетті. Гүлнар екеуінде басқарап тәжірибесін ұзартты. Таңға дейін бір-біріне шатасып жатты. Таңертең Гүлнар шындықты толық айтты. Нұрбол, сен менің күйеуімнің баласы емессің. Мен ұзақ жылдар бойы оның досы Сәкенмен құпия бірге болдым. Сен сол махаббаттан тудың. Мен бұны жылдар бойы жасырдым. Себебі отбасын сақтағым келді. Бірақ сол құмарлық менің денемде әлі күнге жалғасып келеді. Нұрбол шок болды. Бірақ оны Гүлнар құшақтап басуға тырысты. Аружан да қосылды. Құпия ашылғаннан кейін олардың қатынасы еркіндікке шықты. Гүлнар екеуіне өзінің өткен кездесулерін, Сәкенмен қалай құшырлана жақындасқанын, машинада өткізген құпия түндерін айтып берді. Әңгіме барысында олар тағы да бірге болды. Құпиядан кейін олардың өмірі рахатқа толды. Күнде түрлі сценарийлер. Таңертең Гүлнар Аружанды оятып жүрді. Күндіз Нұрбол жұмыстан келгенде үшеуі бірге жуынатын болды. Бір күні Гүлнар ойыншыға келді. Оны Аружанның ішіне енгізді. Сол күні олар тағы да бірге жақындастық жасады. Сәкен қалаға келді. Ол Гүлнармен кездескісі келді. Қызғаныш оты тұтанып, Нұрбол анасы мен Сәкеннің арасындағы ескі байланысты сезді.
Бірақ Гүлнар отбасын таңдады. Сол түні ол ұлын да келінін де ерекше құшырландырды. Екеуін де бір мезгілде қабылдап, денесінің бар күшін салды. Мен сендердікімін деп ыңылдады. Олар жасырын орындарды тапты. Бақшадағы беседкада, машинада, тіпті Нұрболдың жұмыс кабинетінде. Бір күні Айгүл жүкті екенін білді. Кімнің екені белгісіз еді. Қорқыныш, қуаныш, қызғаныш араласты. Гүлнар оны қолдады. Түні бойы құшақтап, нәзік сүйіспеншілікпен және құмарлықпен тыныштандырды. Нұрбол да қабылдады. Олардың байланысы одан сайын күшейді. Олар ашық әңгіме өткізді. Құпияны сақтап, бір-бірімен бақытты өмір сүруді шешті. Гүлнар екеуін де сүйіп, біз бір тұтаспыз деді. Сол түні олар ең ұзақ, ең нәзік және ең күшті түнді өткізді. Сағаттар бойы бір-біріне еркелеп жатты. Жылдар өтті, балалар өсті. Гүлнардың құпиясы олардың отбасының ішкі күшіне айналды. Соңғы түндердің бірінде үшеуі қайта бас қосты. Денелері ескі таныс, бірақ әлі құштар. Гүлнар ортада жатып, екеуін де қабылдайтын. Бұл біздің мәңгілік құпиямыз деп күлді ол, шыңына жеткенде.